Саламатсыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының антистресс өнімі. Қай кезде қолданамыз, оны біз қай кезде қолданбаймыз, одан кейін жалпы стресс жайлы. Стресс дегеніміз не? Стресс дегеніміз бұл сыртқы қоршаған ортаның әртүрлі қолайсыз факторларының адам организміне әсері және адамның оған беретін жауабы. Белгілі бір мөлшерге дейін стресс негізі адамға пайдалы, өйткені адам сонымен күреседі, адам солай өмір сүреді. Стресс бұл біздің әртүрлі стресс туғызатын жағдайлар біздің өміріміздің бір айнымас бір бөлігі, сондықтан біз ояқтан ешқашанда қашып құтыламаймыз. Бұл жалпы бізді қоршап тұрады. Но бірақ стресстің ұзаққа созылып кетуі болмаса, жеке бір тұлғаның, адамның жеке жүйесінің нашар болуына байланысты стресс адамға зиянын алып келуі мүмкін. Бұл біріншіден жүйке жүйесіне, екіншіден ішкі органдарға, қан тамыр жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесіне, болмаса эндокринологиялық жүйелерге, эндокринология органдардың жұмысына әсер ету арқылы адамның біріншіден денсаулығына зиян тигізуі мүмкін, одан кейін жалпы өмірдің сапасын нашарлатуы мүмкін. Адамның ішері ауырмайды, барлық органдары сап-сау, но бірақ жалпы стресс кері әсер етуі мүмкін адамға. Ол осындай жағдай. Стресс кезінде қандай өзгерістер болады организмде? Біріншіден стресстің кезінде организмде бір зат бар, ол серотонин деп аталады. Сол серотонин деген заттың синтезі бұзылады. Ол серотонин не үшін керек? Ол гормон счастья деп айтады оны кейде, болмаса гормон хорошего настроения деп айтады. Ол адамның көңіл күйін жақсартуға, адамның денесіндегі импульстардың, нервный импульстардың дұрыс өтуіне соған жауап беретін сондай бір зат, химиялық зат. Ол қай кезде жоғалып кетеді? Біріншіден стресс кезінде дедім, стресс кезінде ол азаяды. Екінші бір жағдайда дұрыс тамақтанбаған кезде, одан кейін күн сәулесіне көп шықпаған кезде, жабық помещениеде жұмыс істеген кезде, болмаса түнгі сменде жұмыс істеген кезде, бір жерде отырып ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде, осындай жағдайларға байланысты адамда жаңа серотонин деген зат азайып кетеді. Дәлірек айтқанда оның синтезі түсіп кетеді. Жаңа бір зат бар, триптофан деген. Сол триптофан деген зат ол ненің жаңағы серотониннің алдындағы зат. Соның синтезі бұзылады да, серотонин азайып кетеді, бір сөзбен айтқанда. Осындай жағдайларға байланысты бізде серотонин азайып кетті. Енді не болады? Біздің денеміз адамның апатия болуы мүмкін. Апатия деген не? Апатия деген жұмысқа деген, жалпы өмірге деген көзқарастың күрт өзгеруі. Адам зомби сияқты тұрады, тамағын ішеді, жұмысқа барады, жұмыстан келеді, ештеңе оған қызық емес, бұрынғыдай көретін киносы, істейтін жұмысының, былайша айтқанда жалпы қызығу өмірге деген ол кісілерде болмайды. Апатия деген осы. Одан кейін кез келген жағдайда қатты ашуланады. Болатын, болмайтын нәрсеге қатты ашуланады бірден. Одан кейін сол екіншіден сол ашуын өзін ұстай алмай қалады, өзін не істеп не қойғанын білмегенде қалуы мүмкін. Одан кейін ұйқының бұзылуы. Түнде ұйықтамайды, болмаса түнде ұйықтаса да таңертең тұрған кезде бас ауырып, ұйықтамаған сияқты болып тұрады. Одан кейін бастың ауруы, себепсіз ұзақ уақыт бастың ауруы тоқтамай. Ол ешқандай организмде бір өзгеріс болмайды, ешқандай орган ауырмайды, но бірақ бас ауруы ол кісіде кетпейді, ол кісі тап болуы мүмкін. Қанша невропатолог басқаларға барса да. Одан кейін депрессияға алып келуі мүмкін. Депрессия бұл уже диагноз, бұл стресс емес, бұл диагноз. Бұны уже емдеу кішкене күрделірек, қиынырақ жүреді. Осындай жағдай. Екі түрлі жағдаймен емдеуіміз керек. Стресстің біріншіден депрессияны емдеуіміз керек, болмаса стресстің алдын алып, сол депрессияға біз жеткізбеуіміз керек. Әртүрлі жағдайлар бар. Біреулер психологқа барады, біреулер хобби жасайды, хоббиін тауып өзгертеді, психологтар сөйтіп айтады ол кісілерге. Жалпы негіз стресстің алдын алуымыз керек. Ол үшін бізді тыныштандыратын успокаивающий препараттар бар. Депрессияға қарсы ол уже химиялық заттар, кішкене ол күрделірек, олар организмге зияны бар, адам тәуелді болып қалуы мүмкін. Бірақ мен бүгін айтайын деп атқаным Enel компаниясының антистресс препараты жайлы, өнімі жайлы. Дәлірек айтқанда, ол антистресстің құрамында не бар? Біріншіден ол жерде магний, одан кейін витамин В тобының магний, микроэлемент, одан кейін В тобының витаминдері бар. Екеуі не істейді? Бірігіп, олар біріншіден жүйке жүйесін тыныштандырады, екіншіден жүректің соғуына әсер етеді. Көбінесе магний витамин группы В деген бар. Бұны жүкті әйелдер ішіп жатады. Не үшін? Өйткені оларда жаңағы магний тез организмге сондай өмір жетіспейтін бір микроэлемент, өйткені оның тамақ арқылы түсуі қиында. Содан кейін ол тез организмде қолданылып кетеді. Соған байланысты магний жетіспей қалады да, адамның жүрегі қатты тарсылдап кетеді. Тахикардия болады.
ол көбінесе мына жүкті әйелдерде байқалып жатады. Одан кейін қазіргі жағдайда мынау неге байланысты, коронавирусқа байланысты, көп адам стресске байланысты паническая атака деген бар, сол кезде болып жатыр. Өйткені стресстің кезінде тоже магний организмнен шығып кетеді. Антистресстің құрамында магний және витамин группа Б бар. Айттым, ол жүректің соғуына, одан кейін екіншіден жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Екінші жағдай, бізде бір Африкада өсетін грифония деген бір кустарник бар. Соның құрамында бізде мына триптан, жаңағы серотонинді шығаратын бір амин қышқылы бар. Сол амин қышқылын осы антистресстің құрамына қосқан, сондықтан біз оны ішкен кезде бізде жаңағыдай серотонин пайда болады. Былайша айтқанда мен айтар едім, бұл жерде жаңағы тыныштандыратын, одан кейін жаңағы серотонинді шығаратын, одан кейін жүрек қан тамыр жүйесіне тікелей әсер ететін, жүрек соғысын, қан тамырлардың жұмысын жақсартатын витаминдер, химиялық заттар бар. Бұның әрқайсысын жеке-жеке айтудың қажеті жоқ. Мен бірақ жаңа магний Б тобының витаминдары, одан кейін жаңа грифонияны айтқым келеді, или мелисаны айтқым келеді. Мелиса бұл жүрек қан тамырының жүйесіне әсер етеді, тоже жүректің соғуын, адамда қорқыныш сезімін кішкене басуға көмектеседі. Енді бұны біз кімдерге бере аламыз? Бұл көп жұмыс істейтін адамдарға, стрессовый ситуацияда жүрген адамдарға, одан кейін әр үйде отырған әйел адамына. Егер де ол кісіде жаңағы баласы көп болатын болса, үйден шықпайтын болса, ол кісілерде көбінесе стресс болып жатады. Сол кісілерге беруге болады, одан кейін жасы үлкен адамдарға. Жасы үлкен адамдарға ол түсінікті да, ол кісілерде кейде ол кісілерде бір жағдай болуы мүмкін, жаңағы стрессовый ситуацияға кіруі мүмкін, ол кісілерде де депрессия болуы мүмкін, өйткені жаңағы уже пенсияда, басқа жағдайлар ол кісілерге кері әсер етуі мүмкін жүйке жүйесіне. Одан кейін ұйқы бұзылған адамдарға. Тағы да бір жағдай, бір қызық жағдай, бұл жерде мысалы салмақ тастауға да көмектеседі екен, өйткені дофамин деген зат бар. Дофамин деген бұл тәбетті ашатын, одан кейін мына стресс кезде пайда болатын зат. Қатты адам стресс кезінде адам көп тамақ жейді кейде. Сондай болады, адам стресстек даже адам семіреді. Ал егер де сол стресс кезінде семірудің алдын алу үшін антистресс ішуге болады, өйткені бұл жерде серотонин бар, ол серотонин дофаминге қарсы жүреді. Екеуі бір-біріне басып тұрады. Сондықтан серотонин көбейгенде дофамин азаяды, адамның тамақ ішуі кішкене азаяды. В смысле, адамның тамаққа деген тәбеті басылады. Өйткені көп адам стресс кезде стрессті тамақпен бірге жейді да, тамақты көп жейді, кино көрсетеді, мороженое алып отырады. Болмаса жаңағыдай бір тәтті нәрсені алып отырып, адам стресспен көп жеп қояды да. Осы дофаминнің көбейіп кетуіне байланысты осы жағдай. Енді біз антистресс бергенде біз не істейміз? Біріншіден, адамда стрессті және қорқыныш сезімін азайтамыз. Екінші, ұйқыны біз жақсартамыз. Одан кейін жалпы адамның көңіл күйін жақсартамыз. Өйткені берде серотонин көбейеді. Өйткені жаңағы серотонинді көбейтетін заттар бар. Одан кейін күндізге жаңа апатия дедім ғой, күндізде жұмысқа деген адамның құлшылығы желаниесі артады, былайша айтқанда. Одан кейін контроль аппетиті. Именно жаңағы стресске байланысты көп тамақ жеуді айтып жатырмын. Бұл мен жалпы арықтауды айтып жатқан жоқпын. Бұл мен стресске байланысты жаңағы көп тамақ жейтін адамдарға сол көмектеседі, жаңағы дофаминді азайту арқылы. Осындай жағдай бір капсуладан күніне екі рет ішілінеді. Бір айға дейін жетеді. Бір упаковкасы. Ұзақтығын айтайын. Ұзақтығы бұл жерде өзіңізге байланысты, сіздің жалпы жағдайыңызға байланысты бір ай ішіп, бір ай демалып, қайт бір ай ішсеңіз болады. Тем более мына алдымызда күз және қыс айлары келе жатыр, күн сәулесінің аз болуына байланысты, может бізде тамақ арқылы оны түсіре алмай қалуымызға байланысты, жаңа серотонинді және магнийларды. Сондықтан бұны ай сайын демалып, болмаса 2 айға дейін іше беруге болады. Сондықтан біз өзіңіздің жалпы индивидуальный жағдайыңызға қарайсыздар, болмаса клиенттің жағдайына қарап берсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен үнемі жауап беруге тырысамын. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Подпискалар мен үшін, қалай айтсам болады, мен үшін стимул болып табылады. Осындай ютубқа осындай информация қоюға. Үлкен рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Жақсы сау болыңыздар.